Адам жанының арашасына баланған ақ халаттылардың ерен ерлігі сәт сайын қайталанып жатады. Осындай қажырлы еңбегімен елдің сүйіктісіне айналған жандардың бірі Қарақұм ауылының фельдшері Ізбасқан Толыбаев. Әйгілі Айдын Аралмаңының тумасы 30 жылдан бері табан аудармай туған өлкесінде тер төгіп жүр. Шалғай елді мекендегі денсаулық сақшысының тыныс тіршілігімен Нұрлан Жақыпбек көріп қайтты. Қарақұм ауылы Арал ауданының орталығынан 120 шақырым жерде жатыр. Елді мекен төбе-төбе құм ортасында орын тепкен. Мұнда жол талғамайтын көліктің өзі алқынып-жұлқынып әрең жетеді. Ал қиырда мал бағып жатқан шопандар қонысына ауыл фельдшері Ізбасқан Толыбаев жиі қатынайды. Қожалыққа тиесілі я болмаса совхоздың есебіндегі көліктермен, трактормен, болмаса жаңа атпен барып қызметімізді көрсетіп, адамды не болғанда аман қалуға тырысамыз. Сусыған құм көртышқандар көбей алайтын мекен, ал сол кеміргіштер қатерлі індет обаның қоздырғыштарын тасымалдаушылар болып табылады. Қыста қар, жазда құм кешіп, жүздеген шақырым сабылатын Ізбасқанның бір міндеті аталған дертке қарсы ауылдықтарды түгел егуі тиіс. Ауылдың айналасында 64 шаруа қожалығы орналасқан, соған жалпы ешкімді қалдырмай, адам қалдырмай. Көрсетіліміне байланысты оба қарсы егу жұмыстарын жүргіземіз. Ол енді сол кезде жаңа айтып отырмын ғой, радиусы 300 километрге дейін жол жүріледі. Ізбасқан Толыбаев туралы мадақ сөзді ауылдықтар жата жастана айтуға дайын. Табиғат тосын мінез танытып, аудан орталығымен қатынас мүлдем үзілген жылдарда ауыл фельдшері хәл үстіндегі талай тағдырға тірек бола білген. 1986 жылы ол кезде бұл Қарақұм мен Аралдың екі арасында ешқандай жол қатынасы болған жоқ. Бұл ауданның орталығынан ту шеткей шалғайда жатқан құмның арасындағы бір елміз. Мен сол жылдарда осы Қарақұм ауылында босанып қалдым. Сол қиын жылдары Ізбасқан бірнеше әйелді дін аман босандырып, шақалақтарға жарық өмір сыйлапты. Осылайша ол 12 баланың кіндік әкесі атанған. Әсіресе биылғы жылы өте қысқатты болды. Жылда да қалың қар жауады. Кейбір жерлерде жолсыз болады. Қазір жолдың болмай қалуына кейбір кедергі болады. Сол уақыттарда ауырып қалған отарлардағы бөтен жерлерге хабар келсе, олар атпенен хабар береді. Соған қалайда жетудің мақсат тұтып, бұл кез келген жерде трактор тұрсын, бөтен қуатты машина тұрсын, соларға қолын көтеріп, тез жету керек еді, соған барып көмек жасауымыз керек еді деп, талай мәрте көмектесіп, адамдардың уақытылы сол денсаулығына, жақсаруына өте сүбелі үлестерін қосқан азамат. Елбасымыз Қазақстан 2050 стратегиясында қазақ елін әлемдегі озық 30 елдің қатарынан көргісі келетінін айтты. Айтылған үдеден шығу әрқайсымыздың парызымыз. Менің мұратым елге адал қызмет ету дейді ақ халатты Абзалжан. Нұрлан Жақыпбек, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтманбетов, Қызылорда облысы.